Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Ғарышты бағындырушылар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жазып болсақ, назарымызды 71-ші беттегі номер 1 тапсырмаға аударайық. Алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерге қара, сұраққа жауап бер. Титов пен Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте. Әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан? Юрий Гагарин 1 сағат 48 минут ұшқан. Титов 1 тәулік 1 сағат. Николаев 3 тәулік 22 сағат. Осы екі ұшқышты сағатпен өрнектеңдер. Өрнектеп болсақ, тексерейік. Титов 1 тәулік, яғни 1 тәулік бізде 24 сағат. 1 тәулік 1 сағат ұшты, 24 сағатқа 1 сағатты қойсақ, сонда 25 сағат болған екен. Келесі Николаевты есептеңдер. Есептеп болсақ, ол 3 тәулік 22 сағат болған. 3 тәулікте 72 сағат, оған 22 сағатты қоса, барлығы 94 сағат ғарышта ұшып жүрген екен. Келесі назарымызды балалар 72-ші беттегі 4-ші тапсырмаға аударайық. Өрнекті баған түрінде есептеу нәтижесін тексер дейді. Бірінші өрнек балалар 36 мен 2-нің көбейтіндісі. Ең алдымен біз 2-ні бірлікке көбейтеміз. 2 мен 6-ның көбейтіндісі балалар бізде 12-ге тең. 12-ге тең болған 2-ні жазамыз, 1-і ойда. Енді 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6-ға тең, ойдағы 1-ді қоссақ 7 болады. Сонда 36 мен 2-нің көбейтіндісі 72-ге тең. Ал тексеріп көрейік. 72-ні 2-ге бөлсек, 36 шығады екен. Видеоны тоқтатып, ары қарай өрнектерді орындаңдар. Тексеруді ұмытпаңдар. Тексеріп болсақ, ары қарай қарастырайық. 28 пен 3-тің көбейтіндісі 84-ге тең. Тексерейік. 84 пен 3-тің бөліндісі 28-ге тең екен. 84 пен 7-нің бөліндісі 12-ге тең. Ал тексерейік. 12 мен 7-нің көбейтіндісі 84-ге тең. 94 пен 2-нің бөліндісі 47-ге тең. Тексереміз. 47 мен 2-нің көбейтіндісі 94-ге тең. Келесі бағандарды өздерің орындаңдар. Орындап болсақ, ары қарай назарымызды 6-шы тапсырмаға аударайық. Есепті шығар. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсысында 32 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды. Олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алған? Сонымен ғарышкерлер қанша сорпа алды? Дұрыс, 32 түбекшеден 3 қорап. Барлығы неше тамақ алды? 200 түбекше. Есеп бізде не сұрайды? Ұшу сапарына қанша түбекше ет алғанын. Жақсы, видеоны тоқтатып, есепті қысқаша жазып, шешуін табыңдар. Тексерейік. Сорпа 32 түбекшеден 3 қорап, ет белгісіз, барлығы 200 түбекше. Бір өрнекпен жазамыз. 200-ден сорпаның санын азайтамыз да, еттің түбекшесін табамыз. Сонда ұшу сапарына балалар 104 түбекше ет алған екен. Үй тапсырмасын жазып аламыз. 72-ші бет, номер 5. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.